қазақта жүзге бөліну, болмаса қазақтың жаңағы жеті атасын жетік білуі, ол қазаққа ғана тән. Басқасында ондай жоқ қой. Мысалы, міне Әзербайжандар қай жерде тұрса, сол жердің атыменен есептеледі, ал қазақ өзінің жаңағы несінің ата дәстүрін сақтайды. Өзі жеті атасыз үйленбейді бір-біріне. Бұл енді керемет кісілік қой, ол адамгершілік қой, ол тазалық қой, ол пәктік қой. Сол үшін де мен үнемі айтып жүретінім, қазақ тумысынан таза, арамдықтан ада, қиянаттан шет, ешкімді бөлмейді, жармайды. Баршаның баласын бауырына қасқан, дархандығы даласынан дарыған, тектілікке бабасынан жарған деп, мен сол үшін айтам. Сол өзінің дәстүрі. Бірақ енді қазақтың бізді алып келген кезде еріксіз айдап, қазір еркін өмір сүріп жүрген кезбенен бірдей емес және. Қазақ бұрын әдетін де, ғұрпын да, салтын да, сол кеңдігінен мына байтақ даласына қаншама ұлттың өкілін әкеліп тоғытқанда да ешқайсын жатсынған жоқ, бәрін бауырына басты. Бұл қазақтың адамгершілігі. Қазір сондаймыз бар ма біздің? Қазір Моңғолдан келгенде Моңғол дейміз, Қытайдан келгенде Қытай дейміз, Түріктен келгенде Түрік дейміз.